Неше түрлі дәмітіл үйрер тағамдар бар. Дегенмен бұл тағам ерекше әрі жасалу барысы қызықты дәмітіл үйретін тағам болады. Ас мәзіріңізге қосып алыңыз, мен сізге өзімнің рецептіммен бөлісемін. Құрамы да қарапайым заттардан тұратын бұл тағам балалар да өте қатты сүйіп жейтін тағам болады. Ендеше каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Мен сіздермен жиі дәл осындай ерекше рецепттер бөлісетін боламын. Қажетті заттарды экранда жазып қалдырдым. Алдымен жылы сүтімізді тұзбен және де ашытқымен араластырып аламыз. Ашытқымыз біркелкі еруі қажет. Қамырларыңыз жұмсақ әрі бұлыттай жеңіл болғанын қаласаңыз, міндетті түрде сүтке елеңіз және де 2 ас қасықтай сұйық май қосуды ұмытпаңыз. Ол біздің қамырымыз жұмсақ әрі үлпілдек болып шығуына көмектеседі. Қажетінше ұн салып, жұмсақ қамыр елейміз. Бұл қамыр қатты болып қалмауы қажет. Жұмсақ қамыр қолға кішкене ғана жабысатын болса жеткілікті. Неге қамырымыз дайын болды, енді қолмен кішкене жұмыс жасаймыз. Қамыр сол кезде біркелкі әдемі болып шығады. Қамырымыз дайын болған соң, үстін жабып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенге дейін біз салмасын дайындап аламыз. Барлық заттарды экранда жазып қалдырдым, сонымен етімізді ұсақтап турап аламыз. Бұл тағамға қандай ет болса да жарай береді. Маңыздысы, майлы ет болмағаны дұрыс. Сонымен қатар барлық көкөністерімізді дәл осылай 4 бұрышты етіп турап алып шығамыз. Табамызға аздаған май құямыз. Өз қалауларыңыз бойынша тағамда майлы сүйушілер болса, майды көбірек құюға болады. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, өзінің суы шыққанға дейін бұқтырып пісіріп аламыз. Кішкене қызарғаннан соң барып пиязымызды салатын боламыз. Пияздарымызды да аса қатты көп қуырмаймыз, жай ғана су шығып бастаған кезде турап алынған сәбіздерімізді саламыз. Сәбізді, пиязды барлығына 1-2 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Және де турап алынған пекин капустасында салып 1-2 минут араластырып алып, үстінен болгар борщы және де томатный паста салатын боламыз. Қызанақ салсаңыздар да өте дәмді болады. Менде қызанақ болмай қалғандықтан томатный паста қолдандым. Және де үстінен аздаған су құйып, үстіне тұз салатын боламыз. Суды аса қатты көп қоймаңыздар. Салмамыздың, қуырған заттарымыздың үстінен кішкене шығып тұрса жеткілікті. 1 сағаттай қайнатып аламыз. Және де осы тағамға арналған арнайы дәмдеуіштерді де көрсетіп өттім. Базилик және де лагманға арналған звездочка және де қара бұрыш салатын боламыз. Бетін жабып 1 сағатқа қайнатып аламыз. Көтеріліп шыққан қамырларымызды тең бөлшекке бөліп аламыз. Бөлшектерді кіші көлемде жасаңыздар, өйткені оны жайып, біз форма берген кезде парда ол арасы піспей қалмас үшін кіші көлемде жасасаңыздар болады. Жайылған қамырымызды тең бөліктерге бөліп алдық. Енді тең санды етіп бір-бірінің үстіне қойып шығамыз дәл осылай. Жинап алынған қамырды бір-біріне кері қарай тағы үстіне қоятын боламыз.
Қамырды кесуге арналған затпен мен үстін бастым. Сіздер қаласаңыздар қасықпен не болмаса сушидің арнайы таяғымен осылай үстін басып алсаңыздар болады. Және де екі жағын буып аламыз, бір-біріне жабыстырып. Сонымен дайын. Қамырларымыз дайын. Енді мантываркаға арасын ашықтау етіп теріп аламыз. Және де бетін жабып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Сол кезде ол көтеріліп, әдемі болып ісіп шығатын болады. Күйіп болған соң бірден қайнап тұрған пардың үстіне қоятын болсаңыз, бұл қамырлар іспей қалуы мүмкін. Сол себепті 1 сағат жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей менің қамырларым көтеріліп шықты. Енді парға қойып 1 сағаттай қайнатып пісіріп аламыз. Жоғары отта пісірсеңіздер бірден ісіп шығады. Жарты сағат бойы мантыварканың бетін ашпаңыздар, өйткені қамырымыз ісіп тұрған жерінде басылып қалуы мүмкін. Сол себепті жарты сағат бойы қамырымыз піспей жатып ашуға болмайды. Сонымен біздің тағамымыз дайын. Өз қалауларыңыз бойынша тағамды сәндесеңіздер болады. Қалаған формадағы ыдысқа салып, сәнді етіп столға тартуларыңызға болады. Сіздерге рецепт ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Мен міндетті түрде барлық комментарияларды оқимын, әрі жауап беремін.